Алматы жолаушылар көлік және технологиялар колледжі пән қазақ тілі топ П1Р тобы оқытушы Абдреш Алымбекболатқызы WhatsApp мессенджері арқылы өтілген онлайн сабақтың жоспары. Ұйымдастыру кезеңі: 2-ші үй тапсырмасын тексеру, 3-ші жаңа тақырып, 4-ші тапсырма орындау, 5-ші бағалау, 6-ші кері байланыс. Ұйымдастыру кезеңі: үй тапсырмасын тексеру, білім алушылардың жауаптары, жаңа тақырып ғылыммен біз қалай айналысамыз, есімшенің септелуі. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын 3 жетекші сұрақ берілді. Сұрақтарға жауап бергеннен кейін ғана жаңа тақырыпты бастадық. Тақырып бойынша мәтін оқулықтан алынды. Мәтіннен кейін мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Жалпы лексикалық тақырып бұл. Білім алушылардың жауаптары. Келесі грамматикалық тақырып бұл YouTube желісінен алған видео арқылы түсіндірілді, яғни есімшенің септелуі. Итін дер айтқан шығыс септігі көргеннен. Видео арқылы видеоны түртіп алу әдісі арқылы керек жерін дәптерге жазу тапсырылды. Жалпы видео материал бойынша видеодан кейін жалпы сіздердің түсінгендеріңізді білу үшін сіздерге бірнеше сұрақ қояйын. Бірінші сұрақ қойылды, жауаптары. Бірінші сұрақ: есімшінің жұрнақтары. Көрген есімшісін септейтін болса, жақсы. Сұрақтарға жауап бердіңіздер. Келесі осы жалпы есімшеге байланысты жаттығу жұмысын орындайық. Жақтығу жұмысы. Одан кейін видеодағы алған ақпараттар бойынша тыңдаған есімшесін септеу тапсырылды. Білім алушылардың жұмыстары: қате жіберген жерлерін жөндеу тапсырылды. Жөндеп, қайта жіберді. Үйге үлгі бойынша, яғни 2 сөзді септеу тапсырылды. Жұмыс жасаған, белсенділік танытқан білім алушылар бағаланды. Сабақтың қалай өткені, яғни кері байланыс смайликтер арқылы жүзеге асты.